Сәлеметсіздер, құрметті аудитория. Бүгін мен сіздерге қалай муравейник тортын жасауға үйретемін. Бұл үшін бізге 10 грамм разрыхлитель керек, 25 грамм қаймақ керек, 400 грамм сары май керек, 125 грамм қант керек, және 360 грамм вареная сгущенка керек. Оған қоса бізге 610 грамм ұн керек. Бірінші әрекет ретінде біз қамырды жасауымыз керек. Ол үшін біз сары майды, яғни тоңазытқыштан кейін 1,5 сағат бөлмелік температурада тұрған, яғни жылған сары майды құюымыз керек. Терең ыдысқа. Кейін сол ыдысқа біз 125 грамм қант қосуымыз керек. Кейін біз қантты қосқаннан кейін біз сары майды бірнеше минут араластыруымыз керек. Яғни қант сол жерде еруі тиіс. Енді қант пен сары майды жақсылап араластырғаннан кейін біз осы қоспаға қаймақты қосуымыз керек. Яғни 125 грамм. Кейін тағы да араластырамыз. Келесі қадам ретінде біз қаймақты араластырғаннан соң ыдысты таразаға қойып 610 грамм ұнды қосуымыз керек. Ол үшін арнайы құралды пайдаланып ұнды сүңгуіміз керек. Енді жақсырақ араластыру үшін біз миксерді қолданамыз. Келесі қадам ретінде біз разрыхлительді ұнға қосуымыз керек. Яғни 15 граммды. Келесі қадам ретінде, құрметті көрермендер, біз крем жасауымыз керек. Сол үшін біз сары майды терең ыдысқа салуымыз керек. 200 грамм. Еріген және жылыған. Муравейник тортын нақты қашан және кім ойлап тапқаны белгісіз. Бұл десерттің тарихы әлі күнге дейін құпия болып келеді. Алайда археологтар Европа мен шығыс елдерінде қайнатылған дәндерден жасалған ұқсас тәттілердің көне заманнан бері болғанын анықтаған. Зерттеушілер бұл торттың негізі ретінде шығыс халықтарының чакчагын қаза тапқан жауынгерлер. Кейін біз кремді миксермен араластырғаннан соң сізде осылай шығу керек. Яғни көлемді крем болу керек. Арнап дайындалған салттық тағамды немесе ақш-тың Пенсильвания штатында пайда болған неміс қоныстанушылардың тәттісін атайды. Қазіргі таңда соңғы нұсқа ең кең таралған деп есептеледі. Қамырдың биіктігі 0,5 см болуы тиіс. Құрметті көрермендер, яғни сізде шамамен осылай шығу керек. Яғни плитаның барлық жері қамырмен толған. Құрметті көрермендер, кейін сіз осы қамырды алдын ала жылынған, яғни 180 градуста болған плитаға, пешке бұл протеинде 15-20 минутқа қоюыңыз тиіс. Енді құрметті достар, біз скалка арқылы дайын, яғни піскен қамырды езуіміз керек. Құрметті көрермендер, сізде шамамен осылай шығу керек, яғни барлық қамырдың бөліктерін езгеннен кейін. Кейін соңғы бөліктерге келу үшін біз езілген қамырды терең және үлкен ыдысқа салуымыз керек. Яғни оның үстіне кейін біз крем саламыз. Енді біз салып болғаннан соң біз оның үстіне крем салуымыз керек.